Қайырлы күн. Бүгін блинчик жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 200 мл сүтке 1 жұмыртқа, шым-шым тұз, 250 грамм ұн және 50 грамм қантты қосамыз. Оның үстіне 2 үлкен қасықпен сұйық май қосып, блендермен жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін 250-300 мл ыстық суды құйып, тағы да блендермен араластырып аламыз. Блиніміздің тестісі дайын. Енді блинімізді пісіруге кірісеміз. Ол үшін табаны жақсылап қыздырып аламыз. Май жақпай-ақ жаңағы тестамызды құйып, екі жағынан айналдырып пісіріп аламыз. Әр пісіп отырған блиныларыңызға сары май жағып отырсаңыздар болады. Өте дәмді, жұмсақ болып түседі. Блиныларымыз дайын, ас болсын.